Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Жан дүниеңе үңіл. Әбігерлікке толы қарбалас мына өмірден, айқай-шуға толы күйбең тіршіліктен өзіңді бір мезет азат етіп тыныштықты іздеңіз. Адам баласы тыныштықта ғана жан дүниесінің үнін естіп, өзінің ішкі әлеміне үңіле алады. Сол арқылы өзінің мына дүниеге не үшін келгендігін, негізгі миссиясын есіне түсіруіне мүмкіншілік табады. Өзінің ішкі әлемінің үнін естіп, өзін жете тани алмаған адамның сыртқы әлемде шынайы жетістікке жетуі екіталай. Ендеше өзіңді таны, өз әлеміңе үңіл, өз мүмкіншілігіңді бағала, өз бойыңдағы бөгеттерді жой, өз нәпсіңмен күрес. Сонда сыртқы әлем саған өздігінен қақпасын айқара ашады. Қиыншылықтар бір-бірлеп тізе болып саған беріле бастайды. Қысқасы, жетістіктің кілті сыртта емес, өз болмысыңда сақтаулы. Балапан жұмыртқаны іштен жарып шықса ғана сыртта өмір сүре алады, ал сырттан жарылса өмір тоқтайды. Қиыншылықты жеңетін, шыңдарды бағындыратын күш өз рухыңда екенін ұмытпа. Оны сырттан іздеп әуре болма. Адам баласы өзінің ішкі үнін естімейтін күйге жеткенде түрлі ауытқушылықтар орын ала бастайды. Мәнсіз өмірден бітпейтін әбігерліктен жаны жабырқап, рухы мазасыз күй кешеді. Жаратушыға арқа сүйеп тәуекел ете алмаған соң сан түрлі тәуелділікке тап болып жатады. Сөйтіп адам ішкі мазасыздығын кетіру үшін адал арам деп талғамай түрлі жолды іздей бастайды. Түнгі клуб па, жоқ әлде арақ есірткі анаша ма? Мұның бәрі рух аштығынан болады. Медитация ұғымы ағылшын тіліндегі медитатио, яғни терең толғану деген мағынаны білдіретін сөзден шыққан. Бүгінгі таңда медитацияның Будда дініне тән тәсілі әлемде көбірек танымал. Оңашада терең толғану, тыныш жағдайда жан дүниеңе үңілу, өзіңнің ішкі үніңді естуге ұмтылу, тағы басқа әрекеттері қадым заманнан бар һәм оны әртүрлі дін, әрқилы атаулармен атап келген. Оның атқарылу тәсілдері де әрқилы. Медитация құлшылық ретінде жасалатыны секілді стресстен арылу, денені босату, тынығу, ойды жақсылыққа бағыттау, көңіл күйді көтеру мақсатында да атқарылады. Ал исламда Алламен терең байланысқа түсіп, тыныштыққа қауышып, рухани ләззатқа бөлену әрекетінің басында намаз құлшылығы тұр. Жұрт ұйқыда жатқанда түнгі тахаджуд намазын оқып, мінәжат зікір етудің орны дінімізде айрықша. Сондықтан түнгі құлшылық барлық кемелдікке ұмтылған тақуа жандардың ажырамас ғибадаты саналған. Сондай-ақ дінімізде медитацияның орнына тәфәккүр, толғану, халует, оңашалану, мұрақаба, Алланың әр сәт бақылап тұрғанын сезініп, өзінен есеп алу тәсілдері бар. Құранның бірқатар аяттары терең ойға шомып, толғануға шақырған. Мысалы, Әли Имран сүресінің 190-191 аяттарында шүбәсіз күллі аспан әлемі мен жердің жаратылуында түн мен күннің алма-кезек ауысып ұзақ қысқаруы арқылы ақыл иелері үшін Алланың шексіз құдірет мен шексіз билігін көрсететін ғибадатқа толы талай айқын белгілер, дәлелдер бар. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйіріліп, жантайып та, жатып та үнемі Алланы еске алады. Һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп, уа Раббымыз, сен мұны бекерге мақсатсыз жаратпадың. Сен мақсатсыз, мәнсіз іс істеуден аулақсың. Бізді тозақ отынан сақтай көр делінген. Бұл аят ақыл иелерін жаратылыстың мәнін іздеуге терең толғануға шақырған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадисінде оңаша отырып, Алланы зікір етудің аса сауаптылығы, тіпті ақыретте жаратқан панасын алатын адамдар қатарында болатындығы білдірілген. Басқа бір хадисінде 1 сағат терең ойға шомып, толғанудың 1 жылдық құлшылықтан артық деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам таң намазынан күн шыққанға дейін зікір етумен болған. Рағыт сүресінің 28 аятында біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алумен тынышталады делінген. Демек, Алланың 99 есім сипатының мағынасын түсіне отырып, зікір ету, арнайы мінәжат дұғаларын оқу жүректерді тыныштыққа бөлетіндігін түсінеміз. Зікір арқылы жаратқанның көркем есімдерінің жаратылыстағы көріністерін аңғарып, көз алдына елестету арқылы терең ойға шому.
Алланың сансыз жақсылықтары мен нығметтерін көруге тырысу тәфәккүр құлшылығына жатады. Мысалы, өз тәжірибемде таң намазынан кейін мүмкіндігінше лә илаха иллаллах деп баяу түрде әуендетіп 100 рет қайталаймын. Бұл зікірді айтқан сайын көз алдыма күллі жаратылысты ойша елестетуге тырысамын. Бір ғана ұлы жаратушының құдіретімен басқарылып тұрған барша тіршілік көз алдымда көрініс табады. Бір-бірімен қақтығыспай, қозғалыста тұрған миллиардтаған жұлдыздар бір мезет өз межесінен ауытқымай айналып бара жатқан жер шары секілді алып планеталарды елестетемін. Буырқанып жатқан теңіз, оның тұңғиық түбіндегі түрлі түсті үлкенді-кішілі сан алуан тіршілік иелері, солардың бәрі Алланың құдіретімен ризықтанып жатқанын ойша толғанамын. Нөсерлеп жауған жаңбыр, сылдырлап аққан су, тепіндеп шыққан көк, жайқалып өскен гүл, сыбдырлаған жапырақ, туа сала енесін іздеп жүгірген кішкентай сүйкімді қозы. Тағы да басқа сырға толы жаратылыс кереметі бәрі көз алдыма келеді. Осыларды кемел түрде жаратып, ешбірі назардан тыс қалдырмай орнымен жайғастырушы Алланың шеберлігі мен құдіретін ойлау арқылы ғажайып күйге бөленесіз.